Сәлем достар, біз сіздермен ұлттық бірыңғай тестке арналған есептерді шығарудамыз. Бізде мынандай фигура берілсін. Фигураның астыңғы бөлігінде цилиндр тәріздес, ал үстіңгі бөлігінде қиық конус. Енді осы екі өлшемдерін жазып алсақ. Бірінші, цилиндрде. Цилиндрдің биіктігі h 12-ге тең, 12 см, ал цилиндрдің табан радиусы r тең 9 сантиметрге. Және бізде екінші фигура қиық конус. Қиық конустығын жазайық. Қиық конустың табандағы үлкен радиус r тең 7 сантиметрге. Ал ең кіші радиусы r ол 1 сантиметрге тең. Ал қиық конустың биіктігі 30 сантиметр. 30 сантиметр. Келесі бізде тапсырма, реті бойынша 21-ші тапсырма. Табу керек осы фигурадағы цилиндр тәріздес фигураның бір бетінің ауданы табу қажет. Егер берілген бізде цилиндр болса, цилиндрдің бір бетінің жазбасын қарастыратын болсақ, ол бізде ұзын тік төртбұрыш. Яғни тік төртбұрыштың ауданы табуымыз қажет. Олай болса, S цилиндрдің бір бетінің ауданы тең. Ол бізде табан ұзындығы және биіктігінің көбейтіндесіне тең. Формуланы жазсақ, шеңбердің ұзындығы 2πr және биіктігі h-қа көбейткенге тең. Бізде цилиндрде радиус пен биіктігі бар, онда бір бетінің ауданы таба аламыз. S цилиндрдің бір бетінің ауданы 2 көбейтілген π, радиусымыз 9-ға тең, 9 көбейтілген 12. Орнына қойып есептесек, 2-ні 9-ға көбейтсек 18, 18-ді 12-ге көбейтсек, 180-ге қосамын 36-ны, 180-ге қосамын 36-ны. Ол тең болады 6, 11, 216. Яғни бір бетінің ауданы 216 π сантиметр квадратқа тең. Келесі 22-ші тапсырма. Бізге осы цилиндрдің табанының ұзындығын табу қажет. Олай болса, бізде цилиндр тәріздес, табаны бізде шеңбер, яғни осы шеңбердің ұзындығын табу қажет. Шеңбердің ұзындығы табу формуласы S тең 2πr-ге тең. Цилиндрдің радиусы 9 болғандықтан, радиустың орнына 9-ды қоямыз. 2 көбейтілген π көбейтілген 9 тең болады 18 π-ге. Яғни табандағы шеңбердің ұзындығы 18 π. Келесі 23-ші есепте бізге берілгені қиық конустың бір бетінің ауданы табуымыз қажет. Ол үшін қиық конустың бір бетінің ауданы формуласын жасатын болсақ, S қиық конустың бір бетінің ауданы. Ол бізде тең болады PL, жақшаның ішінде үлкен радиуске қосамыз кіші радиусты. Бұл жердегі L дегеніміз, ол конустың жасаушысы. L бізде белгісіз. Осы L-ді табымыз қажет. L-ді табыс бұрын алдымен осы қиық конустың осьтік қимасын қарастыратын болсақ, ол бізде мынандай фигура. Трапеция. L бізде белгісіз. Биіктігі белгілі, ол бізде 30-ға тең. Кіші радиусы 1-ге тең, табандағы радиус 7-ге тең. Олай болса, осы төбесінен табанына биіктігіне параллель болатындай, екінші биіктігі жүргіземіз, бұның да ұзындығы 30-ға тең. Ал мына табанда қалған ара қашықтық 7-ден 1-ді алып тастасақ, бұл ара қашықтық 6-ға тең. Олай болса, Пифагор теоремасы бойынша тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасын табамыз. Сонда L квадрат тең болады. Оның катеттерінің квадраттарының қосындысына тең. 30-дің квадратына қосамыз 6-ның квадратын. Сонда L квадрат тең 900-ге қосамыз 36-ны. Сонда бізде L квадрат тең 936. Енді 936-ны түбірден шығарайық. Бізге L-дің ұзындығын табу керек. Сонда L тең квадрат түбірасында 936. Ал бұл дегеніміз, жай көбейткіштерге жіктейтін болсақ, 3-дің квадраты көбейтілген 2-ның квадраты көбейтілген және түбірден шықпайтын 26 бар.
Сонда 3-тің квадратынан 3 шығады, 2-нің квадратынан 4, 3-ке 2-ні көбейтсек 6 квадрат турасында 26-ға тең. Яғни берілген қиық конустың жасаушысының ұзындығы 6 түбірас 26 сантиметр деген сөз. Олай болса, біздер үлкен радиус пен кіші радиустың өлшемдері бар. Олай болса, қиық конустың бүйір бетінің ауданын табамыз. Сонда орнына қойсақ пи көбейтілген жасаушысы 6 түбірасты 26. Көбейтеміз. Үлкен радиустың ұзындығы 7 қосылған 1. 7-ге 1-ді қоссақ 8. Сонда 8 көбейтілген 6 түбірасты 26 пиіміз тең болады. 6 жердегі 8-ім 48 түбірасты 26 пиға тең. Өлшем бірлігі сантиметр квадрат. Біз сіздермен қарастырдық ұлттық бірыңғай тестке арналған есептердің шығару жолдарын. Келесі кездескенше сау болыңдар.